Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тарапынан келген әрбір тапсырма толыққанды талқыланып, барынша жүзеге асырылды. Осы күнге дейін КМДБ-дан келген хаттар саны 177-ні құрады. Имамдар жиналысының өту барысы жоғарғы мәдениетке қол жеткізді. Атқарылған жұмыстар жиынтығы мынандай болды: уағыз насихат, қайырымдылық, ағартушылық, қоғамдық жұмыстар, спорттық шаралар. Уағыз насихат. Бұл жылы әртүрлі тақырыптарды қамтыған конференция семинарлар. Әйел адамдарға арналған 8 семинар өтсе, одан өзге сабақтар мен діни сауаттылыққа арттыру шаралары бойынша 3490 кездесу өтіп, 251.213 адам қамтылды. Әр кездесу соңында еркін микрофондар бойынша сауалдарға жауап берілді. Түрлі тақырыптар аясындағы дөңгелек үстелдер саны 37-ні құрады. Дін және тарих тағылымы тақырыбында 77 кездесу өткізілді. Бұқаралық ақпарат құралдары да назардан тыс қалмады. Әр атқарылған үлкен шара телеарналардан көрсетіліп, осы күнге дейін 154 рет бағдарламаларға сұхбаттар берілсе, газет беттерінде 265 мақала жарық көрді. Мүфтият KZ сайтына 18 мақала 25 іс-шара жарық көрсе, жергілікті тағылым KZ сайтына жыл басынан бері 221 мақала, 194 іс-шара, 179 бейнелер, 124 жаңалық қойылып, 29 сайттың өз өнімдері жарық көрді. Нәтижесінде 87.024 адам қонағы болып, 189.016 мәрте қаралды. Жыл басынан әлеуметтік желілер белсенді түрде жұмыс істеп, атқарылған іс-шаралар мен діни басқарманың жаңалықтарын сол мезетте көпшіліктің назарына ұсынып келді. Ранты және ғұламалардың келуі. Елімізге танымал ғұламаларымыз өңірімізге 18 мәрте келіп, ағартушылық жұмыстарын жасап, жамағатқа жаңаша бір серпін беріп қайтты. Биылғы жылдың басты ерекшелігінің бірі жанты жұмыстарының жандануы болды. 24 имам ұстаздардан құралған жанты мүшелері әр айдың 3-ші аптасында белгіленген ауданға қарасты барлық ауылдарға барып, оқу орын, мешіт жамағаттарымен жекелей және жалпы кездесулер жасаумен қоса қайырымдылығын да қалыс қалдырмады. Осындай ыждахаттылық арқасында осы күнге дейін 2422 кездесу өтіп, 135.968 адамды қамтыды. Сапар барысында жамағатпен жүздесу, оқу орын шәкірттерімен қоса мемлекеттік және түрлі мекеме қызметкерлерімен кездесулер өтті. Жатағым жетегіндегілермен жеке профилактикалық жұмыстар атқарылды. Нәтижесінде 24 адам дәстүрлі дінімізге бет бұрды. Заречный кентіндегі қатаң және жалпы режиммен қоса жауғашты әйелдер түрмесінде жыл басынан бері 44 рет кездесу өтіп, нәтижесінде 22 адам дәстүрлі дінімізге бағытталса, 12-сі байыпты көзқарасқа ауысты. Қайырымдылық шаралары әртүрлі форматтарда өтті. Жетім балалар үйінде, мүмкіндігі шектеулі мүгедек балалар үйінде, айттық акция, ораза айттан бір күн бұрын жағдайы төмен отбасына азық-түлік тарқатумен болды. Құдай үшін құрбаншал акциясы бойынша биыл бір түйе, 39 бас ірі қара, 783 бас қой, 26 бас ешкі сойылып, 3042 тұрмысы төмен отбасыларына тарқатылып берілді. Қарты бар ел, қазыналы ел бағдарламасына сәйкес қарттарымызға қамқорлық көрсетілді. Мектепке жол акциясы аясында 518 балаға керек жарақтары беріліп, оған жұмсалған қаражат 2.331.000 теңгені құрады. Жыл басынан бері жәрмеңке мен жәрдемдес акциясы бойынша 9 рет жәрмеңке дастарханы жайылып, одан 803.000 теңге қаражат науқас жандардың операциясына. Бұдан тыс мешітке көмек сұрай келген 64 адамға көмек көрсетіліп, жалпы жиыны Талдықорған өңірі бойынша 3833 қайырымдылық жасалып, 9682 адам қамтылды. Ағартушылық жұмыс имамдардан басталды. Өңір имамдар үшін осы күнге дейін 36 оқу семинары өтіп, білім жетілдіру курстары ұйымдастырылды. 4 құжат аясында өткен аттестация қорытындысы оң нәтижесін берді. 19 имамдар институтында білімдерін жетілдіріп қайтты. КМДБ тарапынан келген тапсырмаларға белсенділік танытқан 5 имамға бас мүфтидің атынан алғыс хат берілді. Өңір бойынша 172 мешіттің 165 мешітінде сауат ашу орталығы жұмыс жасап, одан 5687 шәкірт дәріс алып шықты. Еліміздегі діни оқу орындарына биылғы жылы 60 шәкіртіміз түсті. Олардың 21-і Нұр Мүбәрак университетінде, 11-і Әбу Ханифа медресесінде, 2-і Шымкент қыздар медресесінде, 16-сы Үшқоңыр медресесінде, 5-і Сарыағаш медресесінде, 5-і қарилар курсында тәлім алуда.
Биылғы жылы 14 шәкірт бітіріп, оның 9-ы қызметін атқарып жатса, 5 шәкірт білімін жалғастырып жатыр. Онымен қоса, Хасеки академиясы мен Әл-Асқар университетін бітірген 2 түлек жұмысқа тартылды. Қоғамдық жұмыстар Мәуліт мерекесіне орай үміт үміті атты рухани кеш ұйымдастырылды. Өнер қырандары театрының ат салысуымен Бекжан Тұрыс ағамыздың жүргізуімен жүзеге асты. Биылғы жылдың басты ерекшелігінің бірі пайғамбарымыздың Алланың оған игілігімен сәлемі болсын қасиетті сақалының жетісу жеріне әкелуі болды. Сақалды көруге келген халықтың санында есеп болмады. Дәстүрлі Наурыз мерекесінде алаңға қазақ үй тігіліп, имамдарымыз ақ шапанын сауытқа алмастырып, қолдарына ақ найзаны ұстап, кешегісін ұмыта бастаған елге негізгі тарихын бір еске салды. Мешіт тарапынан тігілген қазақ үй дастарханы ең үлкен дастархан деп танылып, негізгі орынға ие болды. Алаңға жиналған жұртқа викториналық сұрақтар қойылып, сыйлықтар тарту етілді. Мұсылманның екі айт мерекесінде ойын-сауық шаралары мен сыйлықтар үлестіріліп, мереке үлкен дәрежеде атап өтілді. Атап айтсақ, аламан бәйге, көкпар, садақ ату, теңге алу, асық ату, эстафеталық ойын түрлерінен қошқар көтеру, қол күрес, қазақ күрес, бұқа тартыс сынды әртүрлі ойындар ұйымдастырылып, 2.130.000 теңге сомасында қаражат жұмсалды. Өңір бойынша мерекелік баннерлер ілініп, қоғамдық көліктер мен сауда орталықтарында бейне және аудио арқылы негізгі мағлұматтар беріліп отырды. Мереке қарсаңында 58 такси тегін қызмет атқарды. Құрбан айт қоржыны жасалып, қаланың негізгі жерлерінде сыйлықтармен қоса қала халқына үлестірілді. Бауырыңа жәрдем бер акциясы бойынша 336 адам қан тапсырды. Көгалдандыру бағдарламасы бойынша 3835 тал егіліп, 650 шаршы метрге көкшөп отырғызылып, 428 раушан гүл егілді. Барлығы 2119 адам жұмысқа жұмылдырылды. Өліге құрмет, тіреге міндет ұраны бойынша зираттарға тазалық жұмыстары да жасалынды. Республикалық ауыл мешіттері номинациясы бойынша Ешкөлмес мешіті бас жүлдеге ие болып, қажылық сапарына барып қайтты. Биылғы жылы 5 мешіт халық игілігіне берілді. 14 мешіт салынып жатыр. Зекет жұмыстары өңірімізге белсенді жұмыс жасап, нәтижесінде 3.641.000 теңге жиналып, оның 2.225.000 теңгесі мұқтаж жандарға таратылып, 1.416.000 теңгесі есеп шотта тұр. Онымен қоса 26 сиыр, 5 жылқы, 276 қой таратылды. Егістік шыры 52 қап ұн, 1 телешка шөп, 13 қап бидай үлестірілді. Халал өнімдерді стандарттау бойынша 2 асхана, 1 тұшпара өнімдері сертификатталды. Құрбан айт қарсаңында 20 қасапшы оқу семинарынан өтіп сертификатпен қамтамасыз етілді. Спорттық шаралар. Биыл әртүрлі спорт түрлерінен 67 шара ұйымдастырылды. Ерікті жастар тобынан құрылған мешіт жастары тобы жастар басқармасы Жас отан жастар қанатымен бірлесе бірнеше жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Бұдан тыс мешіт жамағаттарын тәрбиелеу мақсатында аптасына 2 мәрте волейболдан, 1 мәрте шағын футболдан ойындар ұйымдастырылып келеді. Бұл атқарылған іс-шаралардың барлығы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының берген тыңғылықты тапсырмасының жемісі деп білеміз. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.